Әсем Нұралиева қыздарыңызға қол соғып қойыңыздар. Сәлем беріп жатыр сіздерге. Қыз жоқ жерде қызық жоқ дейді. Бүгінгі тойдың қызығы да мынандай салтанат сарайдың сәні де осыңыз. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, кеш жарық қарттармен мырзалар. Енді осы ауданымызға шыққанда өздеріңізбен бетпе-бет келген кездегі бірінші сөзіміз сол. Өзі босағаға кіргенде басын иіп қоятын мұсылманның баласы ретінде ассалаумағалейкум деп осы күміс сақалы иегін жапқан ақсақалдарымызға, игі істері елге арналған елдің ағаларына, осы шынаяқпен берген шайының өзі малтатитын жеңгелеріміз, қыс келсе құдығына қонысып, жаз келсе жайлауын бөлісіп жатқан біздің мырзалығы биік, мейірімі мол құдаңдалы құдаларымыз, жалпы тілегі бір арнатылған ағайын, бүгінгі әдемі кешке қош келдіңіздер. Өзі Тұранның даласына есімдері белгілі әдемі әулет тамаша отбасынан тараған бүгінгі нағыз тойдың иелері Қылышбек мырза мен Аймереке ханымның отының басындағы қуанышқа қош келдіңіздер. Той қонақтарының тұғыр тасы мықты болсын деп, қуаныштары құтты болсын деп қол соғып, құрмет жасап қойыңыздар қадірлі қонақтар. Қайырлы кеш, қымбатты барша ханымдар мен мырзалар. Біз міне деп бастайық сөздің басын, сөз дегенде қызыл тілім жаңылмасын. Армысыздары тойға келген асыл қауым басы иіп сәлемдесу ата салдым деп. Бүгінгі мерекелі кешіміздің аса құрметті қонақтары. Алдарыңызға шығып алдыменен басымызды иіп сәлемдескенді жөн көрдік. Дегенмен де той қазақтың маңдай тері төгілген, той қазақтың ырысқыды себілген. Орын алды құда жекжат ағайын Ақ-дастархан ұлы тойдың төрінен деміз. Қымбатты қонақтар, бүгін өздеріңіз үшін Ақ-дастарханды жайнатып, кең қазанды қайнатып отырған мерекелі де берекелі құтты шаңырағымыздың қуанышы құтты болсын. Осында отырған әрбір жанның шаңырағында күнде думан, күнде той болсын. Бүгінгі мерекелі кешіміз сүндет тойымыз баршаға жұғысты болсын. Енді қадірлі қонақтар, ардақты ағайын, тойдың басы жыбыр-жыбыр жүрістің бәрін кішкене жылдамдатып, жылы орындарыңызға жақсылап жайғасып қойсаңыздар. Той басталып жатыр. Тойдың өзінің айрықша тәртібі бар. Осы сыйды жейтін сыйлы қонақ сіздерсіздер. Бүгін өзі Қылышбек пен Аймерекенің көптен көңілінде жүрген кісілерге хат таратылған қонағым бол деп. Бұл тойда бөтен ешкім жоқ. Бәрі осы отбасының жанындай жақсы көрген, жаны жайсан, жақын тұтқан игі жақсылар деп біз есептейміз. Осы Қылышбек пен Аймерекенің де ағынан жарылып, көптің басын қосып батасын алайық деген ниеті сол. Өздерінің бауыр еті баласы Айсұлтанның бүгін мырзалығы тұлпардың тізгінін ұстатып, тақымын қыстырып, қамшы сілтету біздің ата дәстүрімізде бар дүние. Сол дәстүрімізді дәріптеп алға жан бітіріп жалғастырып жатырған бүгінгі Айсұлтанның да өскен кезде қазақтың сөзін сөйлеп, осы қазақтың ісін алға тартып, қазақтай ордалы елдің аяулы азаматы болсын деген ата анасының тілегі қабыл, қуанышы құтты болсын деген біздің тілегіміз бар, қадірлі қонақтар. Тамаша, енді қымбатты қонақтар, қазақтың әдемі қанатты сөзі бар, орнында бар оңалар деп. Біздің әкеміз, яғни берік атамыз өмірден өтсе де, осы шаңырақтың табалдырығын жаман адамды аттатпай, есігінен ешкімді қақтырмай жүрген, біздің әулетіміздің ақжаулық анасы, ұл қыздарының панасы болған, тойдың төрінде үлкен құрметпен Ләззат анамызға ерекше екпінді түсіріп, бүгінгі сіздің қуанышыңыз құтты болсын деп, тойымыздың нағыз төресі Ләззат анамыз болатын болса, қаттырақ қошеметті қақсаңыздар. Оны болса, қымбатты қонақтар, біз Нұрболға екеуміз тілімізге тиек етіп, бүгін ағынан жалпы той жасаған отбасын айтып өттік. Енді етене тереңірек таныстыру үшін баршаларымыздың назарларыңызды мына салтанат сарайымызда тұрған бейне экран, яғни LED экранға аударуды сұранамыз. Ең бақытты жанұяның бақытты сәттерін бірге тамашалайық.